Бәріне сәлем, бұл сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Бүгін сізге қарапайым әдісті көрсеткім келіп тұр. Аяқтағы енді басталып келе жатқан варикозды кетіруге көмектесетін әдісті айтатын боламын. Ол үшін бізге кәдімгі магазиннің алма сірке суы керек. Оны қалай қолданамыз, қазір сіздерге бәрін көрсетіп айтатын боламын. Ал сіз оған дейін каналға қолдау жасап, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ол біздің каналымызды дамытуға өте қажет. Ал кеттік, достар. Бірінші уксустың құрамын айта кетейін. Алма сіркесі, калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне және А1, В2, В6, С, Е, П дәрумендерімен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы элементтерге бай болғандықтан алма сірке суын біраз іске пайдаға жарата аламыз. Соның бірі осы әдіс. Бірінші душтан шыққан соң алма сірке суын алып, өзіңіздің аяғыңызға қай жеріңізде тамырларыңыз шығып кетті, сол жерге уксусты жағамыз. Қатты баспайсыз, тамырларға уқалап жағасыз. Бұл әдісті жатар алдында күн сайын душтан шыққаннан кейін жағасыз, ұйықтар алдында жағасыз. Жумай жүре беруіңізге болады таңертең, бірақ теріңіз сезімтал болса, қызарып кетсе, таңертең жуып тастауға болады. Бұл әдіс өте қарапайым. Бірден айтайын, бастапқы пайда болған варикозға көмектесуі мүмкін. Үлкейіп кеткен варикоздарға басқа әдістер бар. Менде бұл проблема жоқ, сондықтан да нәтижесін сіздерден күтемін. Комментарийға жазуларыңызды сұраймын, комментарийдан күтемін. Және видеоның дамуына үлес қосқыңыз келсе, достарыңызбен, туыстарыңызға және таныстарыңызға, чаттарға таратуыңызға болады. Ал аманшылықта, достар, сау болып тұрыңыз. Сіздермен болған денсаулық үшін каналы бәрі сіздер үшін, достар.